Күн құрметті желі оқырмандары, қымбатты әріптестер. Бүгін алғыс айту күні. Бұл күнді тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2016 жылы 1 наурызда бекіткен болатын. Алғыс айту ол алдымен Аллаға айтылады алғыс. Жаратқаны үшін, осы 18 мың ғаламды жасаған үшін, барлығымызға ғұмыр сыйлаған үшін, Алланың шарапатына бөленіп жүрейік. Енді алғысты адамдар бір-біріне айтып жатады. Еңбегін сіңген адамдарға, көп балалы аналарға, әкеге, анаға, балаға. Алғыс ол ешқашанда артық болмайды. Алғыс арқалаған адамдар деп жатамыз. Алғыс арқалаған адамдар арамызда көптеп саналады. Солардың бірі бүгінгі біздің жаңағы кейіпкеріміз ұзақ жылдар кітапхана саласын дамытуға өз үлесін қосқан ардақты кітапханашымыз Шамшатова Әсем Рахымқызы. Әсем Рахымқызы, сізді қош көрдік. Бүгінгі мерекеңіз құтты болсын. Енді мен сізге бір алғашқы сұрақты бергім деп отырмын. Қысқаша желі оқырмандарына өзіңіз туралы айтып өтсеңіз. Қымбатты оқырмандар, мен Шамшатова Әсем Рахымқызы 1948 жылы осы Еңбекші ауылында туылдым. Осы жерде өніп өсіп, осы Еңбекші кітапханасында 1966 жылдан бастап жұмыс істедім. Сол істегеннен ешқандай басқа жұмысқа жеткелбей 1996 жылға дейін 30 жыл мабайында осы бір жерде істеп еңбек еттім. Содан кейін демалысқа шығып отырмыз. Осы бізді ескеріп, осы бізді еслеп, осы келген қыздарымызға мың алғыс сіздерге де. Бәріміз аман болайық. Деніміз сау болсын. Жұмыстарымызда еңбегіміз жанып тұрсын. Рахмет сізге. Енді тағы бір сұрақ туындап отыр менде, Әсем Рахымқызы. Кеудеңізде еңбек ардагері деген медаль тұр екен ілініп. Осы туралы айтып кетсеңіз, бұны қай жылдар алдыңыз? Бұны осы істеген жұмысымызды бағалап, үкімет 1992 жылы істегенімізге 25 жыл толғанда бізге осыны кеудемізге тақты. Бұл еңбегіңіздің өтеуі болып қалды. Енді Әсемада бұл марапаттан басқа көптеген аудан әкімінің, облыс әкімінің марапаттарымен, облыстық мәдениет басқармасының алғыс хаттарымен, құрмет грамоталарымен марапатталған. Бұл кісі өз кезінде кітапхана саласында қажымай, талмай 30 жыл істедім деп жатыр ғой. Осы еңбек етіп, өз оқырмандарына адал қызмет еткен бірегей кітапханашымыздың бірі. Өзі жас мамандарға үлгі өнеге көрсетіп, өзінің қажырлы еңбегіменен, үлгілі еңбегіменен үлгі көрсеткен жаңағы кітапханашымыз болған бұл кісі. Қазір зейнеткерлікте ғой енді. Енді бұл кісі тек қана кітапханашы мамандығын игеріп сол жерде қызмет еткенді қоймай, өзінің де жанұясын бірге алып жүріп, өсіп өніп, көптеген 4 баланы өсіріп, немере шөбере сүйіп, мінекей республикалық ұйғыр авазы газетіне де жанұясымен жаңа 50 жылдық алтын тойында бұл кісі туралы жерде мәлімет мақала басылған екен. Осы кісілердің жанұясы туралы үлгілі отбасы деп осы газетке шыққан екен. Сондай-ақ жаңағы Әсемадамыз тағы да осы ұйғыр авазы газетіне жаңағы кітапханашы мамандығын қалай істегені туралы жақсы бір мақала басылған екен дер кезінде ұйғыр авазы республикалық газетіне. Бұл кісі сол еңбек етіп, осында көптеген марапаттарға ие болып, осы біздің кітапхана саласынан зейнеткерлікке шығып, қазір құрметті демалыста өз балаларының арасында жаңағы отырған жайы бар. Енді мен тағы бір сұрақ, тілек сізден сұрап отырмын. Құрметті Әсем Рахымқызы, сіз енді осы Қазақстанда туып өстіңіз. Осы жерде жанұя құрып, балалы шағалы өсіп өніп, осы жерде өмір сүріп келатсыз.
осы Қазақстанға жалпы осы қазақ бауырларыңызға айтатын бір жақсы тілегіңіз бар ма енді бүгінгі мерекеге орай? Не айтар едіңіз? Алғысымыз чексіз. Бірінші Аллаға мың бір рахмет айтамыз. Осы дүниеге келгенімізге, ата-анамызға рахмет айтамыз. Сол сияқты елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлына мың бір рахмет айтамыз. Қазақ ұйғыр демей бәрімізді бірдей көріп, осы жерде жүріп жатырмыз енді. Не дейміз енді, қазақ бауырларға да рахмет. Қазақ ұйғыр демей бәріміз бір кісінің балаларындай осы заманда яшап жатырмыз. Енді бұдан бұлай заманымыз тыныш болсын. Біздің артымызда қалған ұрпақтарымыз аман болсын, жастарымыз аман болсын. Заманымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын деп соны тілеймін. Көп алғыс сізге. Бүгін бізбен сұхбаттасқан, жаңағы сұхбатқа келіскен өзіміздің құрметті кітапханашымыз, ұйғыр өкілінің, бауырлас ұйғыр өкілінің өкілі, ұйғыр халқының өкілі Шымшатова Асиян Рахымқызы. Сізге де біздің айтар алғысымыз шексіз. Осынша жыл еңбегіңізді жаңағы арнадыңыз кітапхана саласына. Сізге көп рахмет. Сізде көп осы кітапхананың дамуына көп үлесіңізді қостыңыз, еңбегіңізді сіңірдіңіз. Сіздің көп рахмет, алғыс айтамыз осы балалар кітапханасы атынан сізге. Сізде өсіп өніп, бала шағаларыңыз аман болсын, шаңырағыңызда тек шаттық орнасын, деніңіз сау болсын, аманшылықта жүздесіп идарласып жүре берейік. Сізге де біздің тарапымыздан үлкен алғыс айтамыз. Сіздерге де көп рахмет. Бізді ескеріп, осы жерге келіп, бізді ұмытпай, бізді құрметтегеніңізге мың бір рахмет. Сіздердің де үй-ішіңіз аман болсын, бала шағаңыз аман болсын, жұмыстарыңыз табысты болсын. Не айтамыз енді, бәріміз аман болайық. Рахмет.